болсын деп жатсың ба? Ертең сенің әйелің, туысқандарың бәрі қарап отыр, аккаунттарын өзгертіп. Расымен де қызым отыр еді дейді. 9 жаста ұят дейді, сұрап айтыл дейді. Әне. Ұстаз, өзім намаздамын, бірақ арақ шығаратын заводқа жұмысқа тұрдым дейді. Астағфирулла. Шық ояқтан. Шық, басқа жұмысқа кір. Орамалды жұмыс бабымен шешсе бола ма дейді. Тура сол кезде ажал кеп қалсашы. Тура сол шешіп жатқаныңда Алладан ажал кеп қалса. Мысалы, білмейміз ғой, Қой алтыным. Бір адамды түсінде дейді. Бір адамды түсінде миллион рет көрем дейді. Қалай құтылуға болады? 2 күн осы сұрақпен отырмын дейді. Бұл сұрақтың тақтауы нақтылау керек. Не көріп атсың, кім адам, соған қарай айтылады. Мүмкін ол сізге хабаршы болуы мүмкін, мүмкін ойлағаннан болуы мүмкін, мүмкін шайтаннан болуы мүмкін. Соның несін ашып шығару үшін нақты білу керек та. Комада 1 айдан асты дейді. Алла жеңілдік берсін, шипа берсін. Темекі заводта жұмыс істеу. Басқа жұмыс тапқанша істеп, соны басқа жұмысқа ауысып кетті. Осыдан 7 жыл бұрын дейді. Ораза ұстап, қарыз күндерінде өтемей, биыл ұстап жатырмын, болады ма? Сіз қазір Рамазан айында Рамазан айын ұстайсыз. Мына биылғы оразаны ұстайсыз. Сіз биылғы оразада өткен жылғыны ұстай алмайсыз. Ұстасаңыз да өтпейді ол. Мына қазір ораза ғой, мысалы бүгін оразаның 15-16 күні. Сіз оразаны ұстай бересіз. Осы Рамазан бүгінгі осы күндер жабылады. Содан кейін ораза бітеді ғой. Біткеннен кейін айт күні аузыңыз ашық болады. Айттан кейін барып ұстай бересіз. Қалаған уақытысында, қалаған күнменен, яғни қатарынан 3 күн, мысалы, 20 күн, мысалы, айтайық, условно, 20 күн қарыз болатын болсаңыз, 20 күн қатарынан ұстаудың қажеті жоқ. Мысалы, қажет жоқ дейді, ұстай алсаңыз ұстай аласыз. Ұстай алмасаңыз, 2 күннен, 3 күннен, 1 күннен ұстай берсеңіз болады. Осы мүшел жаста бірдеңе беруге бола ма? Бірдеңе емес, 2 деңе беруге болады. Көп жасаңыз. Мүшелдің түпкі мақсаты адамды тағыда тәрбиелеудің бір біздің қазақ үлгісіндегі формуласы. Бұл өте дұрыс нәрсе. Мүшелде адам өмірін құрып, бағытын құрып, бағдарын құрып, өткен өмірін саралап, мен осындай бір мүшелден аттадым. Енді мүшелден не істедім? Ойбай, жасым жігіттік шақтан азаматтық өтті, азаматтықтан тұлғаға өттім, тұлғадан ел ағасы болдым, ел ағасынан қария болдым, ақсақал болдым, ақсақалдан қария болдым деген сияқты бір адамға бір проект болу. Бұл жол картасы өзіне. Намаз оқып жатқанда есіней берсе не болады? Ылғи оқып жатқанда еснегім келе береді, ұстап қалуға тырысамын. Еснегенді басу керек. Еснегенде ауыз ашылса, минимум ауызды жабу керек. Бірақ дауыс шығармау керек. Мысалы, еснегенде біздің қазақский еснеу болса, намаз бұзылады. Қалай? Десең, намаз бұзылады. Енді просто аузыңды ашып жапсаң, ештеңе болмайды, макрух дейді, ауыз жабу керек. Бәріміз есінеміз, мен де есінемін. Есінегенде бүйтіп қоясың. Мен мына жақтан қайтаруға тырысасың. Кейде болады, мына жақтан шығып кетеді бүйтіп. Бисмилля дейсің. Сол кезде басуға тырысасың. Егер баспасаң, намаз оқыла береді. Егер тоқтамай есіне берсең, аузың крокодил сияқты аша бересің, онда ол сиқырдың несенде біреу сені сиқырлаған дейді. Яғни сиқырлаған жерде отырсың дейді. Молдаға барып тұрып бір рет молдекең сүф десе саған, анау кішкене бір сүф дегенде сілекей тисе, күшті болып кетесің. Сонымен бітеді. Тахаджудты қалай оқиды? Тахаджудты 2 ракағаттан 8-ге дейін оқисың да, дұға қылып барып жатасың. Алла ризалығы үшін нәпіл намаз оқуға, нәпілдердің қатарына тахаджуд деп айтасың.
құрбым тұрмыста дейді. Тұрмыста емес дейді. Меккеге баруды армандап жүр. Өзі ғана я болмаса әйел кісіге еріп барса бола ма дейді. Өзі ғана барса кімге барады? Жалғыз өзі бүйтіп жүре ме? Не істейді жақта жалғыз өзі? Не істерін білмей, қолына кітап алып жей сауып қалады ғой бақсың. Сен оған Меккеге барма да күйеуге шық де бірінші байтап де оған. Сол күйеумен барған жақсы болады де. Қыз бала Меккеге жалғыз барғанша лучше күйеуге шықсын. Как раз ақшасы көп болса, қазір тез кетеді күйеуге. Ана пепси ұстап тұратындар көп дейді ғой. Әйтеуір бағашсыз сол қызға сәлем айт. Ана таңдай бермесін, таңдаған тазға жолығады дейді. Анандай керексің, мынандай керек деп біреудің байына қызығып жүргенде өмір өтіп кетеді. Содан кейін вообще отырып қалады, плотно отырады сол отырғаннан. Вообще тұра алмай қалады. Сосын көзін жұмып бара берсін деп айт. Қырық жасты тойлауға бола ма ер адамға дейді. Жоқ. Ауру адам қарап отырған адамның оразасы қабыл бола ма дейді. Түнде ұйықтамайды, күндіз ұйықтаған кезде мен де демалам. Оразам қабыл болады жаным. Қайта сен сауапты боласың, сауабың көп болады. Ауру адам, ауру емес, ауруды баққан ауру дейді қазақта. Анам 13 жыл бұрын қайтыс болды дейді. Иманды болсын. Түсіме кірмейді, хотя бы түсімде көргім келеді. Былай қыласың алтыным. Тахаджуд деген намаз бар. Сол тахаджуд намазы 8 рекатымен бабына келтіріп тұрып оқисың. Содан кейін барып соңында Табарак мүлік деген сүре бар. Соны оқисаң, содан кейін аятыл күрсіден қайырып барып жатсаң, иншалла түс көресің мамаңды. Бірақ кейін өкініп қалмауың керек те ол түстен. Жолда поезда оразамды ашсам бола ма, қай қалада болатынды білмеймін. Сосын ұстасам бола ма? Болады. Сапарда болады. Жауабыңыз маңызды. Жеке ойыңыз кетсе, көмек сұраса, түсінбедім. Сенімің кетсе, көмек сұраса, күмән ойбасын дейді. Сәл түсінкіремедім сұрағыңыз. Көмек керек болса береміз. 10 күні 10 күнгі туралы айтасыз ба? Сауабы мол деп жатады, сол дұрыс па? Оразан соңғы, Оразан соңғы 10 күні рақабаты айтқу менен иран, нар деп айтылады, немесе жаңағы әр адамның басы тозақтан құтылады деп айтылады. Бұл бар нәрсе. Бірақ қалай десем болады. Бұл енді алдыңғы 10 күндікті қалай болса солай өткізіп, соңғы 10 күндікті басында құтып аламын деген кішкене қатерек болады. Сол үшін оразаның әрбір қастерлі. Бірінші соны түсініңіз. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің әйеліне, әйелдеріне көбінесе ең соңғы уақытта секретін айтасың ғой. Сонда пайғамбарымыз Айша анамызға секретін бөліп былай деп айтқан. Айша, бұл соңғы 10 күнді келген ғой оразаң. Бұл ұйықтайтын күндер емес деген да. Яғни көбірек құлшылық қыл деген сөз да. Ауырызы берік кісі шетпе жасаса бола ма? Болады. Қызғаншақ адам туралы айтасыз ба? Қызғану жақсы, қызғану керек болатын болса, парыз болатын тұсы бар, мубах болатын тұсы бар, және арам болатын тұсы бар. Құран үйренуге мешітке бардым. Бас имам жаман әңгіме айтты. Оның семьясы бар дейді. Астағфирулла. Мешітке баруға имамдарға сенгім келмей қалды. Бәріне толық топырақ шашпаймын дейді. Мен осы жерде қазір сені көріп отқандар бар. Қай мешіт екенін біз менің де анау төбемнен қарайтындар бар. Соларға жіберіп қоямыз. Сіздің аккаунтыңызды сізге хабарласады, жайын шығарып, сол молданы семьясымен ары қарай қуып шығады Құдай қаласа. Жайын шығарып. Енді шын болса. Кейбір кезде өтірік жазып жібереді енді адамдарда. Әйел адам намаз оқу үшін кімнен, қайдан ілім алса болады? Мешіттерде әйел ұстаздардан бар. Сол үшін еркек ұстаздан емес, әйел ұстаздан үйрену керек. Әйел ұстаздан үйренсең жаман. Әйел ұстаздан үйренген жаман. Кей кезде мен де ұсталады дейді құшақтап. Қой естімеші деп қашам. Неге дейді өбе дәретін бұзасын деп. Енді тіс жылдасам бола ма? Болады. Бір күнді себепсіз ашып жіберсе 60 күн ұстан болады. Соны ауыз ашар қылып жасап құтылуға болады деген рас па? Фидияты тоғамы мискин дейді Құранда. Егер себепсіз ашса 60 күн болмайды. 60 күн бір күні бәрібір түспейді мойнынан. 60 күн ол штраф, бір күнді бәрібір ұстайсың. Сонда 61 күн.
егер ұстаса, ұстамаса 60 күнде 60 адамда 2 рет тойғызады деп келеді кітапта. 2 рет, таңғы, кешкі. Егер оған шамасы жетпесе дейді, онда бір мезгіл ауызашар береді дейді. Егер оған болмаса, бір адамды 60 рет, немесе 60 адамға 1 рет. Егер оған жетпесе, онда киіндіреді деп келеді. Қайсы дешевле. Ол болмаса, онда пітір садақаның құнын береді. Егер оған да шама жетпесе, онда фидияның құны бар 3000 бір нәрсе теңге. Оған шама жетпесе, онда пітір садақасымен береді. Пітір садақасымен бермесе, онда бір адамға береді. Онда бір болмаса, я Алла мені кешір дейді, сонымен бітеді мәселе. Пітірді садақаны имамдарға беруге бола ма? Болады. Сарағаш мешітінде болған оқиға туралы не айтуға болады дейді. Давай екеуміз айтпай қояйық соны. Біз сізді толды бәрі. Біз сіз екеуміз сіз айтып біттен. Сол екеуміз қабел деген айтпаған енді, қойшы енді. Енді оны айтсақ, ананы бұрасам, одан басқа нәрсе айтайықшы, күшті нәрсе көп бізде. Күшті нәрсе айтып жатырмыз. Күшті нәрсе айтамыз. Не аласың оны? Өзі біреудің нәрсесін теруге құмар болып қалдық қой, қойыңыздар. Жақсы нәрсе емес. Мұсылман адам біреудің қателігімен, біреудің жаңағы қателік бар шығар өз жерде, елдің алдында болған дүние. Енді адамбыз. Бір қызық оқиға айтып берейін. Имам Ағзам деген кісі болған. Баршамыздың жүрген имамымыз. Байқұс түні бойы намаз оқиды екен де, аяғы сып кетеді екен пайғамбар сияқты. Соның аяғын бүйтіп созып отырады екен, алдына қарай бүйтіп былай созып отырады екен. Аяғын уқалап, шәкірттердің ішінде өзі сөйтіп отырса, басына сәлде киген, шапан киген бір күшті адам кіріп кетті мешітке. Күшті адам кіріп кетті. Сөйтсе анау имам Ағзам енді қорықпаған, құрмет танытайын деп ісіп тұрған аяғын жинап, бүйтіп үстіне отырып алыпты. Бүйтіп отыр екен, бүйтіп кәдімгі сабақ берген сияқты, бүйтіп әдемі қылып отырып алыпты. Сонымен жаңағы кісіге отырыпты. Отырғаннан кейін мен сұрағым бар депті. Сұрағым бар депті. Айт сұрағы не? Бұл таң намаз бар ғой депті, таң намаз, аха. Сол ақыр заман күні күн шықпай қалса таң намазды қалай оқимыз депті ғой. Бәрі бітіп соған ғой, енді соны ойлап жүрмін депті. Ана күн шықпай қалса таң намазды қалай оқимын десе, жаңағы имамымыз байқұс аяғы ауырып тұрған ғой. Өп жаным-ай депті, аяғын қайта созыпты ғой бүйтіп. Яғни ақыл есі дұрыс адамның сауал емес екен да. Сол сияқты оған бізге керегі не оның? Дәл сондай болып тал мейлі адам енді ол. Оны сізбен біз талдамайық, оны талдайтын өзінің талдағыштары бар. Солай. Су құрма болмай қалған жағдайда дейді. Міне күшті сұрақ кетті. Болмай қалған жағдайда қосымша неменен су ашуға болады ауызды дейді. Любой су жоқ болса өлдім онда. Кешке су болмай қалса немен ашасың уже? Білмеймін. Нанды жеп, сухометка жеп, ішің қатып қалып, байқұс клизма жасап қиналасың ғой. Сондықтан су көп ішіңіздер. Ал жарайды енді түк болмай қалса коламен аш, түк болмай қалса мейізбен аш, ондай болмаса енді бургермен аш. Бургермен жоқ болса сәрсеттің үйіне бар. Ауызашар бар, 6,5 болып қалды, анша-мұнша шақыратын адам болса мені шақырып қойыңыздар деп ескертсең, біз шақырамыз. Дейді. Гриппен ауырып отырған адам ораза ұстаса бола ма? Енді асқынып кетпеу керек, Хиджаб парыз емес деп намаз оқуға бола ма? Хиджабмен тікелей парыз емес десе күфірге өтіп кетеді. Қауіптірек болады. Енді біз сөзіне қарай айтамыз, бірақ намаз оқыса намаз қабыл болады бәрібір. Намазға тиіспеңіздер. Кішкене тақуа болып бастағандар, өздеріңіздің өткен күндеріңізді ұмытып кетпесеңіздерші. Мына 2 күн намаз оқысаң болды, әулие болып шығасың, 4 имамның уағызын тыңдасаң, аға әулие болып шығасың, астағфирулла деп бәрі қазақтың бәрін кәпір қылып. Өз бар білгенің 4 сүре өз. 4 сүреде бүкіл қазақты кәпір қылсаң, 14 сүре жаттасаң жер бетіне мұсылман қалмайтын шығар өз. Сондықтан ол дұрыс нәрсе емес, айналайын. Қазаққа тіл тигізбеңіздер. Осы сөз жаттап алыңыздар, қиып алып салып қойыңыздар. Бүкіл намазханаға қатысты. Бүкіл молдаңа қатысты, бүкіл мен өзім молда санап жүргендерге қатысты. Молда дегенде мен имамдар айтып отқан жоқ, имамдар оған ондай дәрежеде емес, Құдайға шүкір. Мына кішкене намаз оқып, ана Арабияның шейхтарын тыңдап, содан кейін барып күшті болып қалғандар бар, өзінше солардың уағызына тойып алғандар. 4-5 уағызын, ито переводын тыңдайсың, саған қалай переводтап береді, соны. Сондықтан оларға еліктеудің қажеті жоқ. Біздің өзіміздің салтымыз бар, дәстүріміз бар. Бірақ қазақты төмен түсірмеңіздер,
мейлі ол сауаты болсын болмасын, мейлі ол орамалды былай деп айтсын қалай айтсын, ол біздің бауырымыз, менің қарындасым. Етегі ашық жүрген қарындасым да менің қарындасым. Басқасы жоқ бізде. Басқа ағам жоқ, сол біреу өзі. Сол үшін бір-бірлеріңізді шұқымаңыздар. Уағыз орнына дейді, Қазақстан тарихын айтуға бола ма мешітте дейді. Айтып жатырмыз ғой. Қазақстан тарихын нағыз молдалар айтады. Молдалар жақсы біледі, сенен жақсы біледі. Бүкіл имам Қазақстан тарихын жақсы біледі. Енді кейбіреу болар, енді ішіне анау тарихқа кіріп кетіп, кірмейтін жеріне кіріп кетіп, жаңағы тілге тиісіп кететіндер, басқа ұлтқа тиісіп кететіндер. Енді кішкене болады онда, оны түзетіп қоямыз өзі. Бірақ солай. Ал біздің уақытымыз әлі бар екен. Тақырып күтіп отырмыз дейді. 13 мыңға жеткізейік қазір. 12-де 900 бітірміз. Жаңа аптада жақсы жаңалықтар менен қуаныштар сәттер көп болсын. Әмин. Ораза қабыл болсын. Таң намазына сүннет пен парызды бірдей сүре оқыса бола ма? Болады. Өйткені сүннет уже шығып кетеді, парыз шығып кетеді. Бірақ өзіңізге мақсат қойыңыз. Міне оразаның бүгін 15-і, мен 16-сына уже белін сындырдық. Бір сүре жаттаған жоқпын әлі. Міне отырсыздар, қанша күн болды бір сөзден жаттағанда, бір аяттан уже Құран жаттап алатын едіңіз бір сүре. Қазір таң намазын оқып боламыз. Таң намаздан кейін күн шыққанша ұйқы келмейді көбімізге, телефон шықаймыз. Телефондан көресің. Сол кезде бір сүре неге жаттап алмасқа? Неге солай жасамасқа? Соны жасау керек, жаттау керек соны. Соны жаттайық деп айтты. Бір сүрені жаттайық. Құдайым маған жеңілдік бер. Рабби яссир вала туасир рабби таммин бил хайр деп, Алла маған осыны жеңіл қыл деп тұрып бір сүре жаттамаңыз. Соны атаңызға оқыңыз. Соңын ұялы телефоныңыздың бірінші бетіне қойып қойыңыз. Бір сүре жаттасаң, неге бірақ үстінде ятай позор, екеуі неге жаттамаймын деңіз. Сонда жақсы болады. Құдайға шүкір, міне 13 мыңда жетіп қалдық. Алхамдулилля. Біз одан да көбірек болып кететек, өйткені мына біздің Қазақстанның уақыт белдеуін өзгертіп, тып-тыныш тұрған жерімізден бітіп шығарып жіберді ғой өзі. Басқа жағымыз осы уақытпен алысып кеттік бәріміз. Алланың уақытысымен мейлі енді. Әйтеуір осындай болып қалды. Біреуінікі былай, солай болып жатыр енді. Мен Шалкенді айттым, ұстаз, Алла разы болсын дейді. Жеңілдік берсін жаттауға дейді. Өте жақсы, жаттайды. Алладан жеңілдік сұраңыздар, иншалла жаттап аласыз. Қандай жақсысыз. Өзіңіз Құран оқығанда әке-шешеңізді өзіңіз оқысаңыз жақсы болады. Қайтқан кісінің екі әкесі болса, жаназасында қай әкесінің атымен шығарған дұрыс? Негізі өз әкесін айтқан жақсы дейді. Енді білсеңіз. Екінші шарт бар, мынадай болатса, қырғын болатса, мынау біз баққанбыз, мынау біз өсіргенбіз деп екеуі бірі-бірімен қырылысып жатса, біздің бала деп қырылып шығып жатса, екеуін де айта беру керек. Мысалы, Сұлтан мен Оспан баққан, Сұлтаннан туылған Оспан баққан. Енді қайсыны айтамыз десе, Сұлтан Оспанның баласы деп екеуін айта беру керек. Екі жақты қырылыстырмай-ақ молдалар тұрып алып, жаңағы ағайындар шығып алып, болмайды, мынау дейді, мынау, екі бірін көрмей, памятникке бармай, атын мен сондай да көргем. Памятникіні жазып қойған ғой, Сұлтанның баласы деп, бағып алғандар. Сөйтсе мыналар келіп жынданып, памятникті сырып, өшіріп, мыналар өз әкесінің атын жазып, қырғын болып төбелес болған. Соны екеуін жинап тұрып, мен әділеттік қылып, қай жылдар ол? Бала кезімде әлі есімде бар. Екеуін отырғызып алдыма, екі әулетті. Құранын оқып беріп, есінде түгел. Содан кейін қолын жайындар деп жайып, екеуін бірақ айтқам. Сөйтіп едім, ана кім айтпақшы, Соколов айтпақшы, а что так можно было дегендей, солай болатын бе еді, конечно болады деп, екеуін қосып, содан кейін бәрін жолға салып жіберген маркетивендер болды деп. Содан кейін Құран оқығанда ол екі әкесін атын айтады. Сұлтан мен Қайраттың баласы деп екеуін бірақ айтады болды. Екеуі де риза. Жаңағы әпкемді жездемдеп, текені жездемдеп, ешкіні әпкем дегенде сияқты, екеуін де қосып айта бер болды. Алла тағала өзі тауып алады ана дүниеде. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырса, бір сахаба, бір адам кепті да, прикол ұстағысы кепті. Прикол ұстағысы кеп сұрақ қойыпты пайғамбарға. Әшейін бір ақылға келмейтін сұрақ қойыпты бір. Прикол ұстапты. Сол пайғамбарымыз жауап беріп тұрған. Мына жерде де көп қой кейбір приколчиктер. Сол жауап берді. Сол тұрыпты да тағы бір прикол ұстайын, бір қызды тексеріп көрейін деді ма? Мен папам кім депті ғой, мен әкем кім депті өзі.
сөйтсе пайғамбарымыз айтты, сен еткішінің баласысың депті. Сөйтсе бұның папасы еткіш емес, диірменші екен негізі. Сонда бірақ ел біледі екен мынадан туылғанын, бұны өз білмейді екен. Сонда прикол қылам деп, аяқ аспаннан кеп, абырой ашылып қалып, бүкіл ел позор болған екен. Сол үшін әр нәрсенің өзінің орны бар. Ертең қан тапсыруға барамын. Оразам қабыл бола ма? Болады. Қабыл болады. Тек қана әлсіреп қалмауыңыз керек, болды сол. Егер әлсірейтін болсаңыз, макрух деп айтылады. Ұста сүрені қазақша дейді. Мағынасымен жаттап намазды тілмен арабша оқысан, қазақшасын жалпы ниетін сол жерде болса, намазды шоғырлау деген осы болады ғой. Иә. Ораза неге 29 күн дейді. Ана дүниеге барғанда Құдайдың өзінен сұрап аласың. Я Алла, нағып 29 күн қылдың, мен бір 30 күн ұстағым кебеді деп Алла тағаланың өзінен сұрап аласың. Өзі мүфтият айтты ма, өзі 29 күн ұстай бер, 29, басты қатырмай, неге 29, неге оны деп, ойыншық қойып, бүйректен сирап, басқа нәрсені зерттесеш, өзі қазақта зерттейтін нәрсе көп бізде қазір. Ғылым, білім зерте, отырып алып 29-ды мыжи бермейік. Ана дүниеге барғанда сұрап аласың, почему? Ну зачем?